Бәріңе сәлем. Алматы Астана пойызы шу маңында рейстен шығып кетіп, 12 жастағы бала қаза тапты. Енді желі қолданушылар жабылып, апаттың себебін іздеп жатыр. Көбі Жанар Жандосова сияқты апаттың басты себебі Қазақстан темір жол компаниясын жайлаған жемқорлық деп ашуланып отыр. Я болмаса жебен оянға ұқсап, бұл жұмысына салғырт қараудан туған қайғылы жағдай. Неге билік уақытылы тексеріп тұрмайды деген сұрақ қойғандар да бар. Ал Нұрлан Жанай, айдың күннің аманда адамдар осылай қырылып қала бере ме? Кінәлілер жауапқа тартылсын. Бірнеше адамды ғана емес, бүкіл компанияны тексеру керек деп талап қойыпты. Жанболат Мамай, пойыздың рейстен шығып кету бірінші рет болып тұрған жоқ. Неге қтж жолаушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ете алмай отыр деп жазады. Дана Қаршығанова болса, ертең апатқа кінәлдеп бригадирді не мастерді соттап жібереді де, бірақ одан ештеңе өзгермейді. Бәрібір жолдар жақсарып қалмайды ғой деген ойын айтады. Геройхан Қыстаубай да қалыспай, Астананың туған күніне бөлінген 19 миллиард теңгені темір жол қауіпсіздігіне жұмсау керек депті. Нина Елгезек те триллиондық ғимараттар сала бергенше, билік неге тозығы жеткен инфрақұрылымды жөндемейді деп сұрады. Сонымен бүгінге осы. Азаттықтың желі парақшаларына лайк басып, пікір жазып тұруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.